Отандық шоу-бизнестегі тағы бір жұлдызды шаңырақта шілдехана тойы тойланбақ. Асыл тобының мүшесі Ғалия Мұратова музыкант жолдасы Ален Самыкеновқа шекесі торсықтай ұл сыйлады. 3200 грамм салмақпен дүниеге келген батырға әжесі Алияр деген есім берген екен. Сәбиімізге есімді менің анам таңдады. Алияр басқарушы, қорғаушы деген мағынаны білдіреді. Араб есімі жан-жақты қарасақ бірнеше мағынаны білдіреді. Тұңғышын дүниеге әкелген Ғалия қуаныштан тіпті көзіне жас та алып үлгерді. Жолдасын жақсы көргені соншалық сәбиді әкесінен аумай қалған деп қуанышын жасырмайды. Біз 3D УЗИ жасаған болатын. Сол кезде нақты бетін көрсеткен кезде мұрны, көзі бәрі көрініп тұрды. Сол кезде Аленге ұқсайды деп айтқанбыз. Бір жылға шығармашылықты ысырып қойып, баламның тәтті қылықтарына тоймай, ана бақытына масайрап отырғым келеді, дейді Ғалия. Өзінің әріптесі мен құрбысының қуанышына ортақтасқан асыл тобының арулары да ана болу қуанышын сезінгісі келетіндермен бөлісті. Ал топ мүшесі Анар Аязбаева нәрестенің кіндік анасы болу құрметін иеленді. Мен негізі кіндік шеше болғаныма өте қуаныштым. Ол себебі ол үлкен жауапкершілік. Кішкентай баланың туылғанынан бастап бар өміріне үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Досы Аленнің қуанышына ортақтасуға Али Оқапов та келді. Әке атану ер жігіттің өмірін түбегейлі өзгертетінін әнші жасырмады. Өмірлік мән жалпы әке атану деп айтуға болады. Өйткені шынымен де бар жинаған тәжірибеңді, тәрбиеңді біреуге көрсетіп дегендей. Жалпы сенің жанұяңның жалғасы сенің балаң ғой. Ален, Ғалия, балақайларыңыздың бауы берік болсын. Шынымен де өте қуаныштымыз, осындай үлкен қуаныштарыңызға ортақпыз. Өмірлік тілектеріңіз болсын, мақтанышыңыз болсын, денсаулығы мықты болсын. Біз әрқашанда тілектеспіз. Бауы берік болсын. Жас отбасы Алияр есімді нәрестелерінің ана мен әке жолын қуып, музыкант болса қарсы болмайтынын жасырмады. Ал біз өз атымыздан дүние есігін ашқан балапанға зор денсаулық тілеп, халықтың мақтан тұтар елеулі азаматы болсын дегіміз келеді.